Каналыма қош келдіңіздер. Қиярдың пайдасы мен зияны жайында. Қиярдың құрамында күндік қажеттіліктерден болған көптеген витаминдер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген терін ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярдың табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың пайдалары: ағзаға улы, керексіз заттарды шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі, өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айландыруға жол бермейтін татронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайден немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді екен. Сонымен қатар қанның құрамында холестерин деңгейі мен қан қысымының бірқалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен диабетик пен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімі таңдайдың арасына 30 секунд қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағанда кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдеп кесіп салып бөлмеге қойылады. Аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады. Шұңғылшы: раковина мен айналаларды тазарту үшін де бір тіліммен ысқылауға болады. Құрт құмырсқаға қарсы бірнеше тілімдерді алюминийді табаққа немесе қабыршық қағаз, фольгаға немесе топыраққа қою керек. Қияр арзан көкөністердің бірі. Кез келген салаттың әрін келтіріп тамаққа қосуға болады. Бір құр жеуге де ыңғайлы. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ағзаға ылғал береді. Адам ағзасын судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шөлдейді. Сол қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады екен. Оның үстіне қиярдың микроэлементтер тері мен бет әлпетке ылғал мен нәр береді. Қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксидантты қасиеті бар заттар. Әсіресе әйел адамға болатын қатерлі ісіктердің бетін қайтарады екен. Сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болмақ. Сыну, шытынау, остеопороздан аман болады. К дәруменінің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына жағымды әсер етеді. Мидың белсенді болуына көмектеседі екен. Ағзаны тазалайды. Қияр ішекте тазалап, жұмысын жақсартуға көмектеседі. Қиярдың құрамындағы эрипсин ферменті ақуызды қорытуға септігін тигізеді. Әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз. Күйзелісті жоқ қылады. Қияр Б тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы. Психикасын дұрыстап, ой белсенділігін жақсартады. Қызанақтың қандай зияны бар? Пайдасы мен зияны жайында. Дәрігердің айтуынша, күніне 3 қызанақтан артық жеуге болмайды, себебі оның құрамында нитрат көп. Қызанақ танымал көкөніс. Олардың құрамында магний, кальций, йод, калий, фтор және С дәрумені бар. Дегенмен кейбір аурулары бар адамдар қызанақтардан жеуден сақ болғаны жөн. Қызанақтың өткір кезеңдегі асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар абайлап жеген дұрыс. Өйткені бұл өнімнің құрамында қышқылдар шырышты қабатқа теріс әсер етуі мүмкін. Қызанақ жегеннен кейін асқазан жарасы, гастрит, панкреатит бар адамдар ыңғайсыздықты, ауырсынуды сезеді. Сондай-ақ
Нитраттар қызанақта көп жиналуы мүмкін. Оны жемістің сыртқы түріне қарай анықтауға болады. Әрқашан қызанақтың кесілген жерін қарауыңыз керек. Үлкен тамырлары көп болса, әсіресе сары тамырлар болса, онда қызанақ нитраттармен қоректенгені анық. Әдетте мұндай тамырлардың томаттың төменгі жағында айқын көрінеді. Осыған назар аударыңыз. Адам ағзасындағы нитраттар қауіпті нитриттерге айналады. Олар тыныс алуды бұзады, гемоглобинді оттегін тасымалдай алмайтын белсенді емес түрге айландырады. Нәтижесінде гипоксия дамиды. Жүрек-тамыр жүйесі аурулары бар адамдар үшін бұл қауіпті. Диетолог денсаулыққа зиянсыз күніне қанша қызанақ жеуге болатынын айтты. Бұл жерде барлығы адам денсаулығына байланысты. Орташа норма күніне 3 қызанақ. Дені сау жас жігіт үшін 3 қызанақты да бір уақытта жей алады, ештеңе болмайды. Ал егер асқазан ішек жолдарының проблемалары болса, біреуден артық жемеген дұрыс, өйткені ол асқазанда қолайсыздық тудыруы мүмкін.